Ассалаумағалейкум достар, мен сіздермен өте керемет, ерекше бір шашликтің, яғни кебабтың рецептімен бөлісуді жөн көрдім. Менде бұл жерде дәл осындай бүтіндей тауық еті. Алдымен қанаттарын кесеміз, одан кейін керек жерін кесіп алып тастаймыз. Терілерін сылып алып тастаймыз, сөйтіп бөліктерге бөлеміз. Алғаш қанаттарын, одан кейін аяқтарын, одан кейін терісін сылып аламыз. Бұл тауық етінде еті көптеу болады. Және осы кебабқа қосатын қоспаларым осындай формада тауық еттерін бөліктерге бөліп алдым. Тез пісу үшін және де алдын ала жуамды жіңішкелеп турап алдым. Тауық етіне 3 ас қасық тұз саламыз. Енді өте қатты ащы болмасын десеңіздер, 2 ас қасық тұздың өзі де жеткілікті. Жақсылап тұзы ерігенше дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Енді бұл тұздан кейін келесі қоспаларымызды рет-ретімен салатын боламыз. Бұл жерде сәл қышқылдау дәм болсын деп салдым. Бұл жерде енді біздің арнайы шашликке арналған приправамыз. Менде бір пакетте кеттім. Бұның үстіне содан кейін паприкамыз саламыз. Яғни қызыл түске еніп бір ерекше дәм беру үшін. Осыларды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Аст үстіне төңкере отырып араластырамыз. Паприкамыз өте қызыл түс беріп, жақсы түске өңеді. Аст үстіне аудара отырып қолмен араластырсаңыздар да болады. Мен бұл жерде қасықпен араластырдым, себебі тауық еті өте мұздай болды. Жылығаннан кейін дұрыстап тұрып қолмен тағы да бір араластырып алсаңыздар болады. Содан кейін туралған жуамыз саламыз. Бұл жерде менде 3 дана жуа кетті. Жалпы жуаның көп болғаны жақсы, 4-5 дана жуа салсаңыз, тауығыңыздың еті тез пісуіне және бір өте дәмді ерекше дәм береді. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жуамызды араластырып болғаннан кейін келесі қоспамызды дайындаймыз. Яғни бір дайын тұрған маринад соусы. Бұл маринад соусы өте бір ерекше дәм береді. Мен жалпы кетчуппен де майонез құйып та, лимон салып та, киви салып та пісіріп көрдім. Бірақ рецептілердің ішінде осы рецепті өте қатты ұнады. Соны сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осы маринадтың бір пакетигін толық құясыз. Бір пакетигі 3 келі етке жеткілікті. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қышқыл өзінің бір дәмі бар. Сондай піскенде ерекше дәм береді. Жақсылап тұрып аст үстіне төңкере отырып араластырып аламыз барлығын. Содан кейін бір түнге тоңазытқышқа бетін жауып қоямыз. Келесі күні етіміз өте жұмсақ, дәмді болады. Барлық рецептлерді де көрдім, бірақ ең ерекшесі осы рецептлердің бірі болдым. Ең соңынан қызыл бұрыш септім, қышқыл дәм болу үшін. Кебаптарымыз дайын. Міне осылай шомпыларға салып шықтым. Үлкен бөліктерін шомпыларға салып, кіші бөліктерін арнайы формаға салдым да осылай дайындап алдым. Өте керемет болып шыққан. Енді осыларды қызып тұрған шоқта екі жағы қызарып піскенше осылай пісіріп аламыз. Аударып отырамыз, әлсін-әлсін күйіп кетпеу керек. Достар, маған тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетерсіздер. Осы рецептпен пісіріп жатсаңыздар, мені белгілеп кетіңіздер.